Сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар? Бүгін сендерге ұсынатын тақырыбым 9 сынып алгебра пәні бойынша мен Сарысу ауданы өндіріс ауылы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектептің математика пәнінің мұғалімі Әбілқасым Гүлжайна Исаханқызы боламын. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер және олардың жүйелері. Оқу мақсатымыз 9-да 2 айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу. Бағалау критериялары көріп отырғандай, бүгінгі сабақ барысында екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесінің анықтамасын білулерің қажет. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу тәсілдерімен танысуымыз қажет. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешеміз. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешуге алмастыру тәсілін шешу алгоритмін қолданамыз. Ана тіл айтпақшы білімді қорыту үшін сіз оларды аппетитпен жұтуыңыз керек. Демек, әрбір білімді қорыту үшін біз оған деген құштарлықпен кірісуіміз керек. Өткен білімімізді жаңғырту үшін мынадай сұрақтарды алсақ, яғни сызықтық емес теңдеулер жүйесі дегеніміз не? Сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері қандай? Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу алгоритмін тұжырымдаңыз және теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығарыңыз. Төменде көрсетілген теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығаруымыз керек. Яғни осы 4 пункт бойынша біз бүгінгі тақырыбымызды қорытуымыз қажет. Яғни осы сұрақтар төңірегінде жауап іздейміз. Ал ендеше бірінші сұрақ бойынша сызықтық емес теңдеулер жүйесіне тоқталайық. Егер теңдеулер құрамының біреуі сызықтық емес теңдеу болса, онда екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесі екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесі деп аталады. Мысалы, мұнда көріп отқандай жүйеде x минус y минус xy тең 14, екінші теңдеуіміз x плюс 2y плюс xy тең минус 7. Мұнда қарап отырсақ, екі айнымалысы бар сызықтық емес. Яғни бұл жерде айнымалылар екі айнымалымыз x, y екендігі көрініп тұр ғой. Және сызықтық емес теңдеу болғандықтан екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесі осылай құрылады екен. Және де келесі мысалдары x куб плюс y куб тең 28, x плюс y тең 4, немесе x квадрат минус y квадрат тең 40, x минус y тең 4 деген теңдеулер жүйесін сызықтық емес теңдеулер жүйесіне мысал ретінде қарастыра алады екенбіз. Яғни бұл бірінші сұрағымыз бойынша жауап табамыз. Енді екінші сұрақ төңірегінде теңдеулер жүйесін шешудің негізгі тәсілдері. Алмастыру тәсілі, алгебралық қосу тәсілі, графиктік тәсіл. Осы тәсілдер болып табылады және біздің бүгінгі қарастыратынымыз алмастыру тәсілі. Теңдеулер жүйесін шешудің негізгі жолдары ол мына жолдар болып табылады. Яғни қысқаша көбейту формулаларын қолдану, Бьет теоремасын қолдану, теңдеулер жүйесін мүшелеп қосу және азайту, мүшелеп көбейту және бөлу, жаңа айнымалы енгізу. Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу алгоритміне тоқталайық. Яғни біз үшінші сұрақ төңірегіндегі жауабымыз. Яғни алмастыру тәсілімен қалай шешеміз? Бірінші, жүйедегі теңдеулердің бірінде бір айнымалыны екінші айнымалы арқылы алмастырамыз. Екінші, бір айнымалысы бар теңдеуді алу үшін алынған өрнекті екінші теңдеуге қоямыз. Үшіншіден, шыққан бір айнымалысы бар теңдеуді шешеміз. Төртіншіден, алмастыруы қолданып, екінші айнымалының сәйкес мәнін табамыз. Және соңғы жүйенің жауабы айнымалының сандық мәндерінің жұбы түрінде жазылады. Мына берілген теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығарып көрейік. Жаңағы сабақ барысында айтып өткен төртінші сұрақ бойынша, яғни берілген теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шығаруымыз қажет етін. Бірінші теңдеуіміз 3x плюс 2y тең 27, екінші теңдеуіміз x плюс 5y тең 35. Осы теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілі арқылы шығаратын болсақ, біз төменгі сыныптарда жалпы екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілінің алгоритмін қолданып шығара алатынбыз. Енді сол жүйені ары қарай
қолданамыз. Яғни бұл тәсілмен шығару үшін жүйенің бір теңдеуінің айнымаларын біреуінің екіншісі арқылы көрнектеп, оны жүйенің екінші теңдеуіне қойып, айнымалардың мәнін анықтауымыз керек. Яғни көріп тұрғанымыздай, бұл жерде x-ті екінші теңдеулеудегі x плюс 5y тең 35 деген жолдағы x тең деп 35 минус 5y деп түрлендіріп алып, бірінші теңдеудегі x-тің орнына осы өрнекті апарып қоямыз. Яғни 3x дегеніміз бұл 3x-қа көбейтілді деген сөз, ал екінші жолдағы теңдеуден x-іміз 35 минус 5y тең екендігін көрсетсек, демек, мына төменде көрсетілген екінші жол бойынша теңдеулерді алады екенбіз. Яғни 3 көбейтілген 35 минус 5y плюс 2y тең 27. Енді бір айнымалы теңдеу болғандықтан біз бұны оңай шеше аламыз. Яғни қарап отырғандарында y тең 6-ға болады. Егер y-дің мәнін тапсақ, қайтадан бастапқы бірінші жолдағы x тең 35 минус 5y деген жолдағы y-дің мәнін табамыз. Y-дің орнына 6-ны қоятын болсақ, 5-ті 6-ға көбейтеміз 30, 35-тен 30 аламыз 5. Демек, x-і 5-ке тең, y-і 6-ға тең. Бұл жерде жауабын осылай жазады екенбіз. Және ескеретін жағдай, қайталап өтейік, теңдеулер жүйесінің жауабын жазған кезде жауапта бірінші x-тің мәні жазылады, екінші y-тің мәні жазылады. Тағы да бір мысал қарастырып көрейік. Теңдеулер жүйесін шешуіміз керек. X квадрат плюс y квадрат тең 74, x плюс y тең 12-ге. Екінші теңдеуден x тең 12 минус y деп өрнектеп аламыз. Және осыны x-тің орнына қоямыз. Бірінші жолдағы сонда 12 минус y-тің квадраты плюс y квадрат тең 74 деген теңдеуді аламыз. Қысқаша көбейту формуласын бойынша ақшаны ашамыз. Ықшамдау барысында бізге мынадай келтірілген квадрат теңдеу шығады, және оны вет теоремасымен шешетін болсақ, y 5-ке тең, y 2 7-ге тең деген мәндерді аламыз. Және сәйкесінше бірінші түрлендіруде x тең 12 минус y деген теңдеуге алмастыру тәсілі бойынша y-дің мәндерін жеке-жеке қойғанда бізде 7, x1-іміз 7-ге тең, x2-іміз тең 5-ге деген мәндер шығады. Сонда жауабымыз 7-те 5 және 5-те 7 деп алады екенбіз. Тағы да бір мысал қарастырайық. X квадрат минус y тең 4-ге 2x плюс y тең минус 1 теңдеулер жүйесін аламыз. Бұл жерде де y тең деп екінші жолдағы өрнек бойынша минус 2x минус 1 өрнегін аламыз. Бірінші теңдеудегі y орнына апарып қоямыз. Сол кезде бізде мынадай келтірілген квадрат теңдеу шығады. X квадрат плюс 2x минус 3 тең 0 деген. Және вет теоремасы бойынша x1-іміз минус 3-ге, x2-іміз тең 1-ге. Және y-дің орнына апарып қоятын болсақ, y мәндері минус 3-те 5 болады. Сонда жауабымыз 1-де минус 3, минус 3-те 5 деген жауаптар алады екенбіз. Енді сіздерге мынадай тапсырма. Экранда көрсетілгенде осы теңдеулер жүйесін алдыңғы мысалдарға қарай отырып шығару жолын көрсетсеңіздер. Бірінші тапсырмамыз теңдеулер жүйесін шешу, яғни x плюс y тең 7-ге x квадрат минус y квадрат көбейтілген x минус y тең 175 теңдеулер жүйесі. Екінші тапсырмамыз бойынша да дәл солай теңдеулер жүйесін шешу. x плюс y тең 18-ге және x y тең 15-ге теңдеулер жүйесін шешіп, алмастыру тәсілін қолдана отырып, шығарып жіберсеңіздер болады. Және бүгінгі сабақ бойынша түсінгендеріңізді мынадай рефлексия, жаңалық стратегиясы рефлексиясын толтыру арқылы маған өз сабақтарыңызды түсінгендеріңізді білдірсеңіздер. Яғни бұл жерде менде жаңалық, яғни бүгінгі сабақта барлығында жаңалықтар болғандығы белгілі. Бірінші рет білдім, қандай түсін. Енді мен не істей аламын? Менің алғаш рет қолымнан келді. Енді мен білемін, болады, яғни мен білемін, не үшін маған қажет. Осы жолдарды жаңалық стратегиясын толтырып, маған кері байланыс ретінде жіберсеңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.